Ағаларыңыз насылдым, халдарыңыз қалай, қайырлы бейсенбілер, бүгінгі шығарған естер, болмаса күн соңына дейін ниет етіп, жет шелпек, жет нан, жет күлше пісіріп жатсаңыздар, дәметкен өз аруақтарыңыздың рухына тие берсін, жатқан жерлері жарық, топырақтар торқа жандары жай тапсын, отбасыларыңызды жебеп жасқап, қолдап қорғап, бәле-жала, тіл көзден, сиқырлы дуадан сіздерді сақтап қорғап жүрсін, әулеттеріңіз өсіп өнсін. Бүгінгі күнге фал не көрсетеді, соны бір қарап жіберейік. Абайлаңыздар, ескерту келіп жатыр, алданып қалмаңыздар. Ақшамен сол баяғы қу дүние, қу ақша. Үшінші жақ дейді. Енді бұл жерде енді керемет ескерту келіп жатыр, күшті ескертулер. Абай болыңыздар, ақшаларыңызға сақ болыңыздар, әмияндарыңызды қадағалап, сөмкелеріңізді алдарыңызға алып, қоғамдық көлікте жүрсеңіздер, мұқият болыңыздар енді. Әйтпесе қолды болып кетуі мүмкін. Тағы не дейді? Мына жерде бір әйелдер өсек сөз, өтірік сөз, неше түрлі. Не дейді? Өсек, өтірік сөз, өмірі таусылмайды ондай нәрселер. Қысқасы, мына жерде арқаңыздан кім не сөйлесе де, бетіңізге де сөйлесе де, мән бермей-ақ қойыңыздар. Бұның бәрі мына 15-ші көкемнен. Бұл егер қазір біреу ит үрсе, соған сізде жындымен жынды болсаңыз, онда мына көкемнің тұсауына ілмегіне ілініп қаласыздар. Сондықтан мынандай әйелдер, қара қатындар не айтады, не қояды, үрсін, мияуласын, білгендерін істесін, өз бәлелері өздеріне кетеді. Сіздерде егер үндемей өз жолдарыңызбен кететін болсаңыздар, ілмекке ілінбей қалатын болсаңыздар, отбасыларыңызда бақыт, керемет шаттыққа, берекеге, керемет болашақ күтіп тұр. Құдай қаласа.